Екінші бізде сервер атауын беру, немесе сервердің fully qualified domain name, жалпы серверді атауымыз керек. Олай болса осы мәселеге кірісейік, және мен сіздерге бұл жерде оңай нұсқасын көрсетемін. Енді ол үшін мен виртуалды машинаға келемін, және де мына жерде мен root қолданушы болып ауысып алайын, және сіздерде серверлік машинамен жұмыс жасау барысында root қолданушы болғандарыңыз дұрыс. Олай болса, кілт сөзді енгіземіз. Және көріп отырғандарыңыздай мен қазір жүйедегі root қолданушымын, және host name деп жазатын болсам, онда көріп отырғандарыңыздай бұл машинаның атауы localhost local domain екенін көреміз. Мен енді бұны өзгерту үшін бұл жерде vi, яғни vim text editorын қолданамын, және де біздің файл etc hostname деп аталатын файлда. Және көріп отырғандарыңыздай бұл жердегі атау localhost local domain, мен бұны өшіремін. Және өзімізге қажетті атауды беремін. Мысалы бізде машина. Енді қалған атауды берсеңіздер болады, алайда мен серверлік машина болғандықтан бұл машинаның атауын мысалы сервер деп қоя аламын. Және бұл бізде бірінші сервер, алайда мен оған әзірге бір деп қоймай қояйын, яғни сервер almaty.kz, яғни бұл осы машинаның, осы виртуалды машинаның, серверлік машинаның толық атауы fully qualified domain name болады, және де hostname осы машинаның hostname'ы, жеке машинаның атауы сервер болады. Енді мен escape нүктесін басамын, және осы құжаттағы өзгерістерді сақтаймын. Енді көрейік, яғни hostname деп жазайын. Және көріп отырғандарыңыздай біздегі машинаның атауы сервер екенін көріп отырсыздар. Және толық атауы сервер almaty.kz болады. Және бізге машинаны перезагрузка жасау керек. Осы файл іске қосылу үшін, олай болса мен init 6 нүктесін басамын, және біздің машина перезагрузкаға кетеді. Енді жүйе іске қосылып жатқанда мен келесі қадамдарды қарастырайын, және де түсіндіретін нәрселер болса кірісейік. Яғни мына жерде cat etc sysconfig network деп отырғаны бұл желіні тексеруге арналған команда. Яғни біз cat арқылы осы файлда жазылған қалыпқа келтіру жұмыстарын көре аламыз. Сондай-ақ cat etc sysconfig network scripts ifcfg ino деп отырғаны бұл біздің Ethernet карта, яғни біздің желі картасының қалыпқа келтірілген жұмыстарын көруге арналған команда. Біз оны қазір машина іске қосылғаннан кейін тағы көре жатармыз. Алайда 5-ші қадам бізде негізгі қадам болып саналады, және бұл C-Linux-ті өшіру және машинаны өшіріп қосу. Енді C-Linux деген не екенін біз әзірге сабақтарда айтқан жоқпын, яғни мен Linux сабақтарын жүргізудемін, және онда айтқан жоқпын. Алайда C-Linux деген бұл осы Linux операциялық жүйесінде, Linux дистрибутивтерінде, соның ішінде Red Hat және CentOS операциялық жүйелерінде кең қолданылатын қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ететін бағдарлама. Және бұны қалыпқа келтіру жұмыстары кішкене күрделі болуы мүмкін. Олай болса, біздің жүйеге әзірге кедергісі келмес үшін, және де біздің Samba 4 бағдарламасы орнатылып, машинамыз домен контроллер ретінде жұмыс жасау үшін, әзірге бұл бағдарламаны өшіре тұрайық C-Linux-ті, және болашақта мүмкін көре жатармыз оны. Олай болса, біздің машина қосылып қалды деген ойдамын, және осы жерде C-Linux-ті өшіру мәселесін қарастырайық. Жарайды, менде жүйе қосылды. Олай болса, C-Linux-ті өшіру үшін пайдаланатын команданы көрейік. Яғни бізге бұл жерде etc sysconfig C-Linux файлын ашу керек, және осы жерде және C-Linux деген қатарда бұл жерде қосылып тұрады. Біз оны disabledке ауыстырамыз, яғни C-Linux-ті өшіру мәселесін көреміз. Олай болса, мен мына жерде жазамын vi etc sysconfig және де C-Linux, және Enter нүктесін басамын. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде қазір C-Linux enforcing дегенде тұрғанын байқайсыздар. Және білесіздер ма, осы жерде мысалы мен view-ға келіп, кішкене осы жердегі барлық мағлұматты үлкейтуге мүмкіндігім бар, және сіздерге анық көрінеді деген ойдамын. Енді сіздерге ыңғайлы деген ойдамын, яғни мен мына жерде etc sysconfig C-Linux файлына келдім, және де C-Linux бізде қазір іске қосылып тұрғанын көресіздер. Мен бұл жерде қажет емес нұсқаны өшіремін, және де өзіме қажетті команданы енгіземін, яғни disabled, және бізде C-Linux енді жұмыс жасамайды жүйеде. Олай болса, құжатты сақтаймын, және де шығамын. Енді C-Linux-ті өшіргеннен кейін біздің операциялық жүйені тағы да перезагрузка жасау керек, яғни өшіріп қайта қосу керек. Олай болса, мен init 6 нүктесін басамын, және машина қайта іске қосылады қазір. Жарайды, 5-ші қадам C-Linux-ті өшіруді шештік деген ойдамын, және біздің машина іске қосылғанша келесі қадамды қарастырайық.
Келесі қадам бұл жерде бізге қажетті барлық бағдарламаны орнату, яғни осы Samba 4 бағдарламасының жұмыс жасауына қажетті library-лар, сондай-ақ көптеген бағдарламалар қосымша, мысалы Python және де Kerberos системасы, Kerberos жүйесін және де Kerberos Workstation, Kerberos Library, яғни осы Kerberos'тың жұмыс жасауына қажетті файлдарды жүктейміз. Ол үшін біздің қолданатын команда yum install және де осы қажетті файлдардың барлығын жазамыз. Және шынын айтқанда, бұл жердегі берілген барлық бағдарламалардың library, сондай-ақ кодтардың барлығын сізге білу қажет емес, тек осы Samba 4-ке қажетті, яғни файлдар тізімі берілген, және осы файлдарды жүктеп алыңыз. Және де бұл мағлұматтарды қайда аламын деген сұрақ туындаса, әрине осы Sambаны қалыпқа келтіру жұмыстарын нұсқайтын құжаттама оқысаңыз болады, яғни мысалы осы Sambаның Википедия парақшасынан. Енді менің жүйем іске қосылды деген ойдамын. Және білесіздер ме, мына жерде мен виртуалды машиналарды кішкене қалыпқа келтіру жұмыстарын жасайын, яғни бұл бізге жүйеде дұрыс көрінуі керек. Олай болса, қазір мен кішкене қалыпқа келтіру жұмыстарын жасап алайын. Міне, маған қазір осы файлдардың барлығын нұсқау керек, яғни жүйеге келемін және осы жерде қажетті команданы енгіземін. Мысалы, yum install және де бірінші папкалар бізде glib, Python, яғни көп жағдайда осы Samba бағдарламасы Python тілінде жазылған, және де бізге Sambаның дұрыс жұмыс жасау үшін осы Python программалау тіліне, жалпы Pythonға байланысты барлық файлдарды жүктеп алу керек. Одан кейін бізде lib access control list devel және де жарайды, мен қажет файлдың барлығын нұсқадым және enter нүктесін басамын. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде операциялық жүйе қажетті файлдарды жүктей бастайды. Және де 161 мегабайт көлемінде бізге файл келіп тұр, және сіз орнатасыз ба дейді. Мен S нүктесін басамын, яғни Y нүктесін басамын және Enterді басамын. Енді бізге қажетті бағдарламалар қазір жүйеге орнатылуда, және бұл жерде мен кішкене видеоны айналдырып, осы бағдарлама орнатылған соң сіздерге қайта келемін. Және көріп отырғандарыңыздай, мен мына жерде Y нүктесін, яғни Y белгісін тағы беруге тура келді. Және болашақта осы Y-ды жазбас үшін мен сіздерге келесі командада көрсетемін. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, қазір 245 файл орнатылуда, және бұл кішкене уақыт алатын сияқты. Олай болса мен кішкене күтемін, яғни видеоны кішкене жылжытамын және сіздерге осы бағдарламалар орнатылғаннан кейін қайта келемін.